Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 94-ші сабақ еселік салыстыруға берілген есептер. Бүгінгі сабақта еселік салыстыруға берілген есептерді шешуді және кері есеп құрастыруды үйреніп жаттығатын боламыз. Бірінші есепте сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Суретте 2 үшбұрыш және 6 шаршы көрсетілген. Енді осы сұрақ бойынша сұрақтарға жауап беруіміз керек. Үшбұрыштар 2, шаршылар 6. Енді шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық? Шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты жалпы бір санның екінші саннан неше есе артық немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлуіміз қажет. Енді осы ескертпеге сәйкес біз яғни 6 шаршыны 2 үшбұрышқа бөлсек, ол 3-ке тең болады. Демек, 6 санында 2-2-ден неше рет бар екенін білу үшін 6-ны 2-ке бөлеміз. Бұл кезде 3 шығады. Демек, шаршылар үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екен. Ал үшбұрыштар шаршыларға қарағанда 3 есе кем деп айтады екенбіз. Келесі екінші есепте. Қолөнер бұйымдары көрмесінде 8 жүкаяқ және 16 сандық болды. Көрмеге қойылған сандықтар жүкаяқтарға қарағанда неше есе артық? Жаңағы шартқа сәйкес біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. Жүкаяқ 8, сандық 16. Яғни 16-ны 8-ге бөлеміз. Сол кезде 2 шығады екен. Демек, жауабы сандық жүкаяққа қарағанда 2 есе артық деп жауабын жазамыз. Үшінші есеп. 45 саны дейді. 45 саны 9-дан неше есе артық? Ол үшін 45 9-дан бөлеміз, мәні 5-ке тең болады. Демек, 45 саны 9-дан 5 есе артық. Келесі 7 саны 28-ден неше есе кем? 28-ді 7-ге бөлем, сонысы 4 шығады. Демек, 7 саны 28-ден 4 есе кем екен. Төртінші есеп. Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды? Бізге шарты құрылып берілген екен. Жауабын және шешуін жаза саламыз. 15-ті 3-ке бөлеміз, мәні 5-ке тең болады. Демек, дүкенде 5 табақ сатылған екен. Бесінші есеп. Кесіндінің ұзындығын өлшеп, ұзындығы осы кесіндінің ұзындығынан 2 есе кем кесінді сызып. Оқушылар менде электронды оқулық болғандықтан менің өлшегенім дұрыс шықпайды. Сонда да мен сендерге осыған ұқсас есепті қалай шығару беретінін көрсеттім. Мен мысалға ағыны 8 сантиметр деп алдым, мысал түрінде. Бірақ сендерде басқа шығуы мүмкін. Енді сен осы 8-ден 2 есе кем кесінді сызуым керек. Ол үшін 8-ді 2-ке бөлесің, сонда менде 4 шықты. Демек, менің сызатын кесіндім 4 сантиметрге тең екен. Ал сендер өздеріңнің кітаптарынан сызғыштың көмегімен өлшеп, және сол шыққан санды 2-ке бөліп, осы секілді етіп шығарыңдар. Келесі 6-шы есепте кесте бойынша теңдеулер құрып, оларды шештік. Азайтқыш айырымының мәні. Азайғыш деп айтқан 54 минус 29, одан x-ті азайтамын, мәні 17-ке тең болады. Бірінші жақшаның ішін орындап алып 25-ке тең болады. Енді x табу үшін 25-тен 17 болған, сол кезде мәні 8-ге тең болады. Орнына қойып тексерем, 54-тен 29 азайтамын, 25 шығады, 25-тен тең салсам 17 шығады. Келесі екінші есеп, x азайтылған 91 азайтылған 37, ол тең 19-ға. X-ті табу үшін жақшаның ішінен 54 шықты бірінші, ол тең 19-ға деп алдым. X тең 19-ға 54-ті қосам, сол кезде 73 шығады. X-тің орнына 73-ті қойып тексеріп көремін. 91-ден 37-ні азайтсам 54 шығады, 73-ден 54-ті азайтсам 19 болады. Жетінші есеп, мысалдарды шығар.
39-ға 23-ті қоссам, 60. 37-ге 37 екен. 39 екен, 37 деп жазып қойдым. Отыз тоғызға 23 қоссақ, 62 болады. 62-ден 29 жазсам, 3 болады. Келесі екінші есеп, 27-ні 3-ке бөлем 9 шығады, оны 4-ке бөлсем 36 шығады. Үшінші есеп, 52-ке бөлсем 100 болады, оны 99 жазсам, 1 болады. Сегізінші есеп, дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық? Ожау 6 штук, табақ 18 штук. Неше есе артық екенін табу үшін үлкен санды кіші санға бөлеміз. Мәні 3-ке тең. Демек, дүкенде ожауға қарағанда табақ 3 есе артық екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.